Ормандағы оқиға. Сәлем балақайлар. Достар, аққала жасайықшы. Керемет идея. Қане, қарды домалатайық. Үлкен шалын мен жасаймын. Шар деп айт, аю. Ыл емес, ыр болады. Мұрын болу үшін сәбіз алып келейін. Мен көмір аламын. Көзіне керек. Мен мойнына шалф алып келемін. Эй, жарам ауырып тұр. Жолды көре алмай тұрмын. Ой, бұл не? Қап, байқамай соғып кеттім. Бәрін бұзып алдым ау. Ой, достар, аққаламыз құлап қалыпты. Қалайша, жаңа ғана тікеді ғой? Біз оны әдемі жасаған едік. Аюжан, жылама. Аю, ренжіме. Бірге қайта жасаймыз ғой? Лас па? Әрине. Достар, қараңдаршы, жерде бір із жатыр. Неге ұқсайды? Жыланның ізі сияқты. Сол жаққа кетіпті. Барып көрейік. Мынау, жылан. Ренжімеймін десем де, аққаланы осы құлатқан сияқты. Мен әдейі істеген жоқпын. Жаралы едім. Байқамай соғып кеттім. Белақ, сен бәлім бұздың ғой. Иә, біз қанша еңбектендік. Шынымен кешіріңдерші. Мен әдейі істеген жоқпын. Жарам қатты ауырып тұр. Достар, тоқтаңдар. Мынаны қараңдар. Жылан жараланып қалыпты. Шынымен бе? Біз саған көмектескіміз келеді. Рахмет сендерге. Ендеше достар, бәріміз тоғайға қайтып аққаланы қайта жасайық. Мен де көмектескім келеді. Жарама қарамай тырысамын. Міне, аққаламыз тіпті бұлыңғыдан да әдемі болды. Достық бар жерде бәрі қалпына келеді. Сендерге үлкен рахмет, достар. Сау болыңдар балалар.